Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі темамыз медиа майдан түзілісі һәм тәсірі. Реже. Хабарға адамлардың зарүрлігі. Екінші реже. Баспа сөзде сөз һәм хабар еркіндігі. Үшінші реже. Хабарды дарамат дерегіне айландыру. Төртінші реже. Хабардың инсан санасына тәсір мәселесі. Мәмлекетте басланған жәмиет тұрмысының ең ахиметлі тарауларын модернизациялау, әмелдегі байланыс системаларын бірінші нәубетте ғалаба хабар құралдары системасын түптен қайта құруды талап етеді. Ғалаба хабар құралдары арқылы социялық өзара байланыстар, жаңа коммуникация технологиялары рауаждану себеплі барған сайын кеңейіп баратырған имканиятларға ие болса да, Өзбекстан медиа системасы олардан жәмиетті модернизациялау машқаларын шешуде жетерлі пайдаланбай жатыр. Хабарға болған зәуірліктің ахиметі. Глобалдасу процесі табиғи, себебі байланыстың өзі табиғи һәм бұл процесс барған сайын күшейіп, жәмиеттің тұрмысының барлық тарауларына тәсір көрсетпекте. Бұл бірінші нәубетте халықтар байланысын тәминленуші. Ғалаба хабар процестерінде өз көрінісін табады. Ғалаба хабар құралдары байланыс қылу үшін көплеп имканиятлар жаратады. Мрошконың сөздеріне көре, олар ауызекі байланыс, лекция, конференция, ұшырасу һәм сәубет, мәдениет һәм көркемөнер, атап айтсақ театр, әдебият һәм кино, һәм ғалаба хабар құралдары өз ішіне алу мүмкін. Байланыс бұл мағлұмат жеткеруді өз ішіне алған процесс. Соңғы жылларда хабар жеткерудің екі моделі барлығы теориясы істеп шығылды. Вертикал, рәсми, мәмлекет яки жеке ғалаба хабар құралдарынан халыққа қарап бағдарланады, һәм горизонтал бұқаралардан бұқараға, мысалы интернет арқылы. Ғалаба хабар құралдары іскерлігі үлкен һәм жауапкершіліклі жәмиет һәм мәмлекет вазипасы. Осы қатынаспенен ғалаба хабар құралдарында сөз еркіндігін тәминлеу, бұл еркіндік шекараларын белгілеуге жол қойылуы мәселесі менен белгіленеді. Біз бәріміз осы уақытта барлығымыз бір хақиқатты ұмытпаслығымыз зәрур. Хабар майдандағы түрлі тартыс һәм тартысулар. Ең бірінші әділдік һәм халыслық принциптеріне текарланады. Низам һәм әдеп қағидалары ішінде болуы, шахси ғарез һәм түсуметке жалған абырай арттыру ұсылына айланып кетпеслігі, инсан шахсы һәм ар-намысына тиюден алыс болуы. Бұндай ұнамсыз жағдайларға біздің медиа майданымызда абсолют орын болмаслығы керек, дейді президентіміз Шавкат Миромонович Мирзияев. Өзбекстан Республикасының 2003 жылы 11 декабрьде қабыл қылынған хабарландыру хақындағы 560 салым заңға бір қатар өзгерістер кірітілді. Бұл өзгерістер блогерлердің іскерлігін тәртіпке салу мақсатында кіргізілді. Бұл хақында Халық сөзі газетасының рәсми сайт хабар береді. Оған көре блогер интернет һәм хабар тармағындағы өз веб-сайтына һәм веб-сайт бетіне һәмме еркін пайдалану мүмкін болған социалдық, саяси, социалдық, экономикалық һәм басқа қасиетке ие хабарды жайластырушы, соның ішінде хабардан пайдаланушылар тарапынан бұл хабарды талқылау үшін жайластырушы физикалық шахс есептелінеді. Диққатларыңыз үшін рахмет. Бүгінгі сабағымыз жұмақланды.